Сәлем балақай. Бүгін бізде математика сабағынан ондықтармен санау деген 45-ші сабақпен танысатын боламыз. Бұл жерде берілген тапсырмаларды бірге орындаймыз. Кәне оқулығымызға назар аударайық. Ең бірінші тапсырмаға қарайтын болсақ, әр жинақта неше ойыншық бар? Кәне қарайық. Бірінші жинақта неше машина тұрғанын санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бұл жерде 10 машина бар. Келесі жинақта доптар санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бұл жерде де 10 доп бар. Келесі ойыншықтар қатары 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бұл жерде де 10 ойыншық бар. Келесі текше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 текше бар. Әрбір жинақта 10 ойыншықтан бар екен. Біздер сонда бұл 10 ойыншықты бірінші тұрған 10 машинаны 1 ондық деп аламыз. Келесі тұрған 10 допты 1 ондық дейміз. Одан кейінгі ойыншықтарды 1 ондық дейміз. Келесі тұрған текшені 10 текшені 1 ондық дейміз. Ондық бұл санаудың ірірек бірлігі. Яғни 10 санын біздер 1 ондық деп атай аламыз. Келесі сандардың атауы 10, 20, 30. Енді осының ішіндегі 100-ге дейін берілген. Осының ішіндегі ондықтармен, осы сандарды ондықтармен атап көрейік. 10 бұл 10 нүктеден тұрады. Бұл жерде барлығы 10. Біздер оны 1 ондық деп атай аламыз. Бірлігі жоқ. Келесі 20. Бұл жерде 2 ондық тұр. Сондықтан 2 ондық. Келесі 30. 3 тұр. Сондықтан бұл 3 ондық болады. 40. 4 тұр. 4 ондық. 50. 5 тұр. 5 ондық. Сол сияқты 100-ге дейін 100. Бұл жерде 10 тұр. Сондықтан бұл 10 ондық болады. Келесі ондықтармен сана. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Бұны есіңде сақта. Бұны біздер ондықпен санау деп атаймыз. Келесі тапсырма. Ойыншықтардың әр түрінен қанша ондықтан бар? Әр түрінен қанша ойыншық бар? Санын айт, салыстыр. Бұл жерде 10 ойыншық тұр. Бұл 1 ондық. 10 дегеніміз 1 ондыққа тең. 1 ондық қысқартып, біздер осылай жазамыз. Келесі әрбіреу 10-нан санаймыз. 1 ондық, 2 ондық, 3 ондық, 4 ондық, 5 ондық, 6, 7, 8. Бұл жерде 8 ондық тұр. Қысқартып, осылай жазамыз. 10-ды. Келесі 1 ондық, 2 ондық, 3 ондық, 4 ондық. Бұл жерде 4 ондық тұр. Келесі енді әр түрінен қанша ойыншықтан бар? Сонда оның бұл жерде барлығы 10 ойыншық бар. 1 ондық дегеніміз 10-ға тең. Сонда 10 ойыншық бар. Келесі бұл жерде 8 ондық. Бұл жерде 80 ойыншық бар. Келесі 4 ондық дегеніміз бұл 40-қа тең. Бұл жерде барлығы 40 доп бар. Енді сандарын айтып шықтық. Енді салыстырамыз. Кәне бірінші тұрған сан артық болу керек. 80 артық 40-тан. Келесі бұл жердегі сан кіші болу керек. 10 кем 40-тан. Бұл жердегі сандарды өзіңнің қалауыңша өзгертуіңе болады. Келесі тапсырма. Жарысқа қатысушылардың номерін тура және кері ретпен ата. Тура бұл өсу ретімен, кішкентай саннан үлкен санға қарай жүреміз. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
Біздер қазір ондықтармен санап шықтық. Келесі кері ретпен ата дейді. Кері ретпен дейтін болса, біздер үлкен саннан кіші санға қарай жүреміз. 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Жазылу үлгісіне қара, сандарды өсу ретімен жаз. Қатарда қай сан жазылмаған? Бұл жердегі сандарды өсу ретімен толықтыруымыз қажет. Және арасында қалып қойған сандарды толықтырамыз. 10, оннан кейін 20, 30, 40, 50 деген сан қалып қойған. 60, 70 саны қалып қойған. 80, 90. Бұл сандарды өсу ретімен орналастырдық. Өсу ретімен. Келесі тапсырма. Бос орындарға тиісті сандар мен таңбаларды қой. Түсіндір. Кәне 50. Бұл жерде белгісіз сан. Кем 50-ден. Енді сонда бұл жерге біздер 50-ден кіші сандардың кез келгенін жазуымыз керек. Мысалға 10 болуы мүмкін, 20, 30, 40 болуы мүмкін. 10-ды жазайық. 10 кем 50-ден. Келесі астында 60 артық деп тұр. Яғни бұл жерде белгі 60-ға қарап тұр. Бұл 60 артық деген сөз. Енді бұл жерде 60-тан төменгі сандар. 50-ден бастап 10-ға дейін 30-ды жазамыз. Келесі 80 артық деп тұр сонда. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Осы сандардың біреуін жазамыз. 50-ді жазайық. 70-ге дейінгі кез келген санды жазсам болады. 50 артық. Енді бұл 50-ге дейінгі сандар. 40-ды алайық. 50-дің өзі жатпайды, өйткені 50 тең болып кетеді. Ал бұл жерде 50 саны артық болу керек. Келесі салыстыру қоямыз. Так, 70 артық па кем ба 100-ден? 70 кем 100-ден. 90 артық 60-тан. Бүгінгі ондықпен санауға берілген тапсырмалар аяқталды. Тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Есте сақтау қажет. Бөлікті жақсылап есіңде сақтап ал. Келесі сабақта кездескенше.